Жақсы естіледі ма? Жақсы естіледі ма? Дауыс естіліп тұр ма? Давайте оқушылар жауап беріп жіберейікші чатқа. Дауыс естіліп тұр ма? Дауыс естіліп тұр ма? Давайте оқушылар жауап беріп жіберейікші. Аха, бастайық дейді Айда апай. Бастаймыз қазір. Бірінші, давайте сендер қаңтар ОБТ-ын тапсырдыңдар ма? Чатқа жаздыңдар міндетті түрде. Кім қаңтар ОБТ-ны тапсырды және қанша балл алды? Егер қаңтар ОБТ-ын әлі тапсырмаған болсаңдар, онда сендер жазыңдар, мен әлі қаңтар ОБТ тапсырған жоқпын деп. Жақсы ма? Мен қанша оқушы тапсырды, қанша оқушы тапсырмады білгім келеді. Бүгін сендерге қаңтар ОБТ-да келген сұрақтардың бар. Бұл жерде енді нұсқа талдау сияқты ескерсек кетейін сендерге. Нұсқа талдау сияқты бірінші сұрақтан бастап күрделіден, яғни А деңгейден, Б деңгейден, сосын С деңгейге өсетін 40 сұрақ болмайды. Яғни сендерге телеграмда шығып жатқан, WhatsApp чаттарда шығып жатқан слив нұсқалардың барлығын жинақтай келе осылай не істеп отырмын, хорошо, вариантпен. Яғни бұның ішінде бізде биыл келген сұрақтарда бар. Яғни ол сендерге, яғни былтырғы сұрақ болғанымен немесе нұсқалардың арасында кездескенмен олар дәл осы қаңтар ОБТ-да оқушыларға келді. Сондықтан да мен сендерге міндетті түрде бұл жерде не істеп отырмын? Беріп отырмын. Жақсы ма? Давайте бірінші сендерге тұр бізде қоспа есебінен бастайық. Бірден енді бұл жерде есептерді бірінші шығарып көрсетем қазір, сосын теорияға көшеміз. Жақсы ма? Келістік па? Тапсырмадым, жетісі тапсырам дейді. Давайте енді қарандар, құмырсқа қышқыл мен сірке әлдегеденің қоспасын, енді кірген оқушылар болса мынаны білет.
Бұл жерде 8,9 грамм қоспаны күміс оксидін аммиактағы ерітіндісімен толық әрекеттестіргенде 43,2 грамм металл тұнбаға түскен дейді. Сонда бастапқы қоспадағы сірке альдегидінің массалық үлесі қандай дейді. Енді біз бұны білу үшін бірінші құмырсқа қышқылымен сірке альдегидін күміс оксидімен әрекеттестіреміз. Сол кезде сәлеметсің бе Жанерке, апай қалайсыз Руслан? Сәлеметсіңдер ме? Давайте эфирді соңына дейін көруге тырысайық, және мен соңында эфирде жұмбақ заттар контекстіне байланысты марафонға санаулы ғана орындар ашамын. Яғни жеңілдікпен бізде ол марафонның осы эфирде отырғандарға жеңілдікпен ұсынатын боламын. Егер сендер осы уақытқа дейін жұмбақ заттар контекстін, яғни табу қиын деп жүретін болсаңдар, бүгінгі эфирден кейін ол жердегі қалай біз яғни жинақтаймыз, оны стористе де бөлсем ертең. Жалпы сол марафонға мен скидкамен орындар ашамын, жақсы ма? Сол үшін мына жерден біз бірінші қоспаның есебін талдаймыз. Құмырсқа қышқылымен сірке альдегидінің 8,9 грамм қоспасын дейді. Енді біз бұл жерде құмырсқа қышқылы ол бізде HCOH, және 8,9, яғни сірке альдегидінікі берілген, ол бізде CH3COH. Осы жерде екеуінің жалпы масса 8,9 грамм. Бұл пропорциямен 8,9 граммды қойып есептеуге келмейді. Енді біз бұл жерде не істейміз бірінші? 8,9 граммды, яғни мына жерде біз бірінші құмырсқа қышқылын немен күміс оксидімен әрекеттестіреміз, себебі ол бізде күміс оксидімен әрекеттеседі. Ол кезде бізде не түзіледі? Давайте білетін болсаңдар, чатқа жазып өтіңдер, Ол кезде бізде H2O түзіледі, и бізде CO2 түзіледі, және күміс 2 молекуласы тұнбаға түседі. Енді бұл тұнбаға түсті. Ары қарай бізде сірке альдегиді де бізде ол күміс оксидінің аммиакта ерітіндісі, яғни аргентум 2O-мен реакцияға түседі. Ол кезде бізде CH3COH сірке қышқылы түсіреді, и 2 күміс тұнбаға түседі. Енді қараңдар, мына жердегі 43,2 грамм, ол осы күміс 2 зат әрекеттескен кезде бөлінген металл, яғни тұнбаның бізде массасы. Ал мына жалпы массасы бұл 43,2. Сондықтан біз бұл жерде яғни 43,2 мен де пропорция жүргізе алмаймыз, яғни 8,9 бен де жүргізе алмаймыз. Сол үшін бірінші очередь біз металдыкін білеміз. Сондықтан да бірінші зат мөлшері күмістің зат мөлшерін табамыз. Яғни ол бізде 2 молекула болғандықтан біз 43,2-ні нешеге бөлеміз? 216-ға бөлеміз. 216 деп отырғанымыз сол күмістің 108-ін 2-ке көбейткенге тең. Міне осы жерден шыққан шама. Бізде бір атом күміс 108 қой, 12-ке көбейтетін болсақ 216 шығады. Сонда 43,2-ні 216-ға бөлетін болсақ, ол жерден 0,12 моль шығады. 0,12 моль шықты. Енді біз теңдеулер жүйесін құрамыз. Егер біз құмырсқа қышқылын X деп алатын болсақ, ал мынаны біз Y деп алатын болсақ, онда мынаған сәйкес ол 2X болады, а мынау бізде 2Y болады, Бірінші, теңдеулер жүйесін құрған кезде, түсінікті болды ма осы жерге дейін? Давайте. Мынаған ұқсас есеп көп қой дейді. Енді біз екі массамен құрамыз. Қараңдар, X пенен Y-тің екеуінің біріншісі зат мөлшерімен құрсақ, яғни тұнбаның зат мөлшерімен, ол бізде 0,12-ке тең болады. Екінші олардың массалысымен құрамыз. Мына MrHCOH-ты табатын болсақ, ол бізде нешеге тең? 12, 2, 24, бізде ол қаншаға тең? 46-ға тең, Мынау бізде 44-ке тең. Екеуін қосқан кезде оның массасы бізде 8,9-ға тең болды.
Вот енді осы жерден x пен y-ті, как математикадағы сияқты x тең 0,12 азайту y деп тапсаңдар болады, немесе сразу қойып тастасаңдар болады. Мен мысалы бірінші теңдеуге 46-ны көбейтем. Немесе жаңағы жолмен де істесеңдер де болады, бұл жерде ешқандай разница жоқ. Яғни 46x плюс 46y-тер, яғни әр мүшесін көбейтіп жатырмын 46-ға. Түсінікті болды ма? Вот көбейткен кезде менде шықты ол жерден 46 0,12-ке көбейткен кезде 46 көбейту 0,12 ол 9,12-ке тең. А мынау 46x азайту қосу 44y тең 8,9 болды. Енді азайтып тастаймыз. Сол кезде қарасаңдар, x-тар жойылады, сонда 2y қалады, мына жерден. А мына жерде ол 0,9,12-ден 8,9 алғанда 0,3. Сонда y-тен 0,115 шығады. Ал бұл 0,115 ол y деп отырғанымыз, ол CH3 COH-ты массасы. Осының әмеріне көбейтеміз. Ол бізде жаңа нешеге тең болды? 44-ке тең болды. Мынау 46-ға тең болды, Осы 44-ке көбейткен кезде оның массасы 6,6 грамм. Енді бізге сірке альдегидін массалық үлесін тап дейді ғой. Сондықтан сірке альдегиді деп отырғанымыз ол CH3COH. Вот енді оның массалық үлесін табайық. Мына жерге көрініп тұр ма? Давайте. Қарап жүрейін мен, көрініп тұр ма? Вот, енді ол бізде нешеге тең? Или мына жерге жазайыншы, вот. Сонда оның CH3COH, яғни сірке альдегидінікі 6,6-ны общий бөліп тастаймыз 8,9-ға. И 100%-ға көбейтеміз. Сол кезде ол 74,12, егер жоқта болатын болсаңдар. Вот ол бізде А жауабына тең болады. Хорошо? Вот, енді қазір мен экранды үлкейтейін кішкене ол. Все, қысқарып кетеді, Все. Давайте. Енді фенол мен этанол қоспасын натриймен әрекеттестірген кезде 4-те 48 қалыпты жағдайда сутек газы түзілді дейді. И дәл осы массада фенол мен этанол қоспасын натрий гидроксидімен өңдегенде 17,4 грамм тұз түзілді дейді. Сонда бастапқы фенолдың массалық үлесі қанша деп сұрапты. Бұл жерде біз фенол мен этанол қоспасын естеріңе сала кетейін. Вот фенол С6H5OH, оған егер натрий қосатын болсақ, ол жерде натрий феноляты деген зат түзіледі. Ал енді бұл жерде енді натрий мен біз этанол қоспасын тоже әрекеттестіреміз. Ол С2H5OH плюс ол натрий. Ол тоже бізде әрекеттестіреді. Мына жерде сутек түзіледі, мына жерде 2 болады, барлығын алдына коэффициенттерін қойып шығайық. Мына жерде 2, С2H5O натрий, яғни натрий эталяты деген, и плюс H2 түзіледі. Яғни бұл жерде екеуі де әрекеттесіп тұр. Енді дәл осындай массадағы фенол мен этанол қоспасын натрий гидроксидімен әрекеттестірді. И тура осы фенол мен этанолды біз енді натрий OH-пен әрекеттестіру керекпіз. Енді бұл жерде тек қана фенол бізде, яғни натрий гидроксидімен әрекеттеседі, ал этанол натрий гидроксидімен әрекеттеспейді. Ол тек қана натриймен ғана әрекеттестіреді. Хорошо, вот сол үшін мен астына вот С6H5OH плюс натрий OH тем. Вот С6H5O натрий плюс H2 түзіледі. Вот енді бұл жердегі 17,4 грамм тұз түзілді деп отырғаны, яғни бізде натрий фенолятының үстіне қоямыз мына жерде. Біз мына 4-те 48-бен есептеу жүргізе алмаймыз. Себебі ол қараңдар, ол общий мына жерде берілген H2-ның көлемі да. Яғни
полностью әрекеттескен, бірінші реакциядағы 4-48. Ол жалпы болғандықтан біз оны яғни қоя алмаймыз. Давайте біз бірінші 17 бүтін, мына жерде оннан 4, натрий фенолятының үстіне 17,4-ті қоямыз да, сол арқылы біз фенолды тауып аламыз. Хорошо? Вот 17,4-ті қояйық. 17,4. А мынау бізде X, фенолдың әмері ол бізде 94-ке тең. Егер фенолдың әмерін білмейтін болсақ, есептеп алсақ болады. Енді натрий фенолаты қанша болады? Сразу есептек, 94, натрий 23. Мынау бізде 116-ға тең. Енді қараңдар, 94-ті 17,4-ке көбейтіп, 116-ға бөлсеңдер, ол жерден бізде 14,1 шығады. Қараңдар, бұл натрий фенолаты, яғни бұл фенолдың массасы, хорошо? Фенолдікі 14,1 болды. Енді фенол бізде, қараңдар, бұл жерде фенол, мына жерде 17,4, яғни бірінші реакциядағы фенолдың орнына біз қоямыз 14,1-ді. Сол арқылы біз мына бірінші фенолдың натриймен әрекеттескен кезде қанша сутек түзілді, соны білеміз. Бұл жерде пропорция құрамаймыз. Не үшін? Себебі бұл жерде пропорцияға келмейді. Себебі екінші реакцияда тек қана натрий гидроксиді ғана әрекеттесіп тұр. Біз қазір мына 4-48, мына жерде общий берілген екеуінің натриймен әрекеттескен кезде түзілген сутектің көлемі еді. Енді қазір біз фенолмен натрий әрекеттескен кезде қанша литр сутек түзілді, соны тауып аламыз. Түсінікті болды ма? Егер түсінікті болмаса, давайте сразу комментарийді сұрап алайық. Мынау бізде қалыпты жағдай, алдында бір коэффициент болғандықтан мен 22,4 литрді қойдым. А мына 94, 12-ке көбейтетін болсақ, ол бізде 188-ге тең. Енді давайте x-ті табайық. Ол 14,1 көбейту 22,4 бөлінген 188. Хорошо? Давайте. Ол бізде қаншаға тең? бір бүтін 168-ге тең. Енді қараңдар, 1 бүтін 168. Енді біз қараңдар, екеуінің общий несі көлемі бізде 4-48 еді ғой. Енді біз, яғни x бұл H2-нікі еді, енді біз мына жерде YH2, яғни ненікін таба аламыз? Этанолдыкін таба аламыз. Сонда 4-48-ден 1-68-ді алып тастаймыз. Сол кезде ол жерде қанша шығады? 4-48 азайту 1-68, сонда 2,18 литр шығады. Енді бізге қараңдар, 1,18-ді сутектің үстіне қою арқылы біз 2,18-ді сутектің үстіне қою арқылы біз этанолдың массасын таба аламыз. Бұл жерде енді бізді этанолды табуда мақсатымыз массалық үлесі табу үшін біз общий жалпы массасын білу керекпіз. Себебі общий масса берілмеген. Тура вот алдыңғы есепте бізде общий масса 8,9 деп беріліп еді. А мына есепте ол берілген жоқ. Соны табу үшін біз тауып жатырмыз. Қазір мысалы бізде фенолдың массасын білеміз, ол хотя 14,1. Бірақ оны біз нешеге бөлеміз? Ол жоқ қой бізде. Сол үшін біз бұл жерде тауып жатырмыз. Енді мынау бізде қараңдар, 2-8, мынау бізде 22,4-ке тең, вот 22,4 мына жерге қояйын. А мынау бізде 92, 46, 12-ге көбейткенде 92 болады. Енді бұл жерден x табатын болсақ, 92-ні 2,18-ге көбейтіп, 22,4-ке бөлеміз. Хорошо? 92 көбейтілген 2,18 бөлінген 22,4. Сол кезде x-тан 11-5 шығады. Қараңдар, 11-5 бұл сендердегі ненің массасы, яғни этанолдың массасы. CH5OH-тың массасы. Ал 14-1 ол бізде ненікі еді? Фенолдікі еді. Вот осы екеуін қосамыз. Масса жалпы қоспаныкін табу үшін 11-5 пенен 14-1-ді қосамыз. Сол кезде бізде 25-6 шығады. Енді біз уже массалық үлесті таба аламыз, Вот массалық үлесті таба аламыз. Все. Ол бізде 14-1-ді 25-6-ға бөлгенге тең.
Вот 100%-ке көбейтеміз, сол кезде бізде қанша шығады? 14-те 1, 55%, я? 55% шығады. Вот осы жерден уже біз Д жауабын дұрыс жауапқа белгілей аламыз. Хорошо? Енді келесі. Мына жерде бізде күрделі есеп, көлемі 5,16 литр қалыпты жағдайда метан, этен, пропен қоспасы 32 грамм бромды қосып алды дейді. Газ қоспасының сутек бойынша тығыздығы 16,3, қоспадағы метанның массалық үлесі дейді. Қараңдар, бұл есепті қазір мен сендерге барынша түсіндіруге тырысамын, бірақ бұл өте күрделі есеп, айтайын. Вот қараңдар, бұл жерде метан, этан и пропен 3 қоспа алынған, я? Бір не жерге сям екен. Вот мына жерде метан, CH4 и этан. Ой, метен, этен. C2H4, я? И пропен. Ол C3, бізде H6. Осы барлығы 32 грамм бромды қосып алды дейді. Сонда оның газ бойынша сутек, яғни сутек бойынша тығыздығы 16,3. Сонда қоспадағы метанның массалық үлесін тап дейді. Енді бұл жерде біз теңдеулер жүйесін құрамыз. Яғни біз бірінші осы үшеуінікін бромды қосып алатын дейтін болса, бірінші біз масса 5,16 литрдің қалыпты жағдайдағы оның есін табамыз. Бірінші осы жерден қоспан сутек бойынша тығыздығын тауып алайық. МР бірінші очерт істейтін зат. МРді, яғни 16,3-ті көбейтеміз 2-ге. Ол бізде 16,3-ті 2-ге көбейтсек 32,16 грамм моль. Яғни оның сутек бойынша, я, газдар қоспасының сутек бойынша тығыздығы. Енді екінші не істейміз? Зат мөлшері осы 5,16 литрді қалыпты жағдайға бөлеміз 22,4 литрге. Сонда ол жерде зат мөлшері шығады, ол 0,25-ге тең. Енді 0,25 шықты, я. Үшінші біз массаны табаламыз, дәл солай. 0,25-ті көбейтсек бізде 32,16-ға, онда масса 8,115 грамм шығады екен. Жалпы сонда, егер мынаны біз метанды X деп алатын болсақ, вот метанды X, мынаны Y, мынаны Z деп алатын болсақ, осы 3 газдар қоспасының қосындысы бізде тең 8,115 граммға. Но бірақ білмейміз біз арғайсы қанша екен. Вот сол үшін біз не істейміз? Реакция теңдеуін жүргіземіз, я. Вот енді осы жерде 4-ші жол, біз бром 2-ның массасы бар ғой, сол арқылы зат мөлшерін тауып алуға болады бұл жерде. Бром 2-ның зат мөлшері. Яғни ол 32 грамм. Оны бромдыкін егер бөлетін болсаңдар, 32-ні 160-қа, я, бром сендер 80 ғой, 12-ке көбейткенде 160 болады. Сонда ол бізде 0,32 бөлінген 160 қанша болады? Ол бізде 0,12 моль шығады, я. Вот 0,12 моль шықты. Енді бұлардың ішіндегі метан, естерінде болсын, броммен әрекеттеспейді. Сонда этан мен бізде этен мен пропен ғана әрекеттеседі. Вот осы бойынша реакция жүргіземіз. Вот C2H4 плюс бром 2 тең C2H4 бром 2 болады, бром етен. Одан кейін C3H6 плюс бром 2, ол жерден C3H6 бром 2 шығады. Вот шықты, я. Енді біз бұл жерден сразу не істейміз? Бастапқыдағы мәндерді жазып аламыз. Вот бірінші X, Y, Z дедік, я. Вот сразу жазайық осы жерден. Вот X пенен Y, осы Z-тің үшеуінің қосындысы бізде 0,25-ге тең. Яғни 0,25 мольға тең, я. Егер мольмен айтатын болсақ. Ал немесе оны массамен айтатын болсақ, ол 8,115-ге тең. Енді қараңдар, енді теңдеулер жүйесін құрған кезде уже мына теңдеумен қоя аламыз, я. Егер только вот мына екеу әрекеттесетін болса, ол мынау бізде Y, я. Осы жерде мынау Y болса, мынау Z болады.
себебі x бізде метан еді, ол бірақ әрекеттеспейді дедік қой. Сол үшін уже біз не істейміз? Теңдеулер жүйесін былай құрамыз. X плюс y плюс z ол тең 0,25-ке, ал y пенен z-тің қосындысы ол 0,2-ке тең. Себебі ол жерде 32 грамм бромды қосып алды дедік қой, яғни мына y болатын болса, мынау z болатын болса, я. Сонда осы жерден біз теңдеулер жүйесін шығара аламыз, я. Мына y деп отырған ол бізде этен, ал z деп отырған ол бізде пропен. Вот осы бойынша енді сендер не істей аласыңдар? Мына y пен z деген плюстың орнына біз 0,2-ні қоя аламыз. Сонда как будто x плюс 0,2 ол тең 0,125-ке тең болады. А бұдан x ол қаншаға тең болады? Ол жерден, кешірім сұраймаған сонда қалды. 0,25-тен 0,2-ні алатын болсақ, 0,5 моль шығады. Сонда x-іміз сонда біздің 0,5 мольға тең екен. Енді қараңдар, x деп отырғанымыз 0,5 болатын болса, ол x бізде метан ғой. Метанның біз уже несін таба аламыз? Массасын таба аламыз. 0,5-ті көбейте аламыз 16-ға, я. Ол сендерде нешеге тең? 0,18 граммға тең. Енді бізге оның массалық үлесін тап деді. Общий бізде 8,15 грамм, я. Егер мынау 0,18 шығатын болса, онда біз уже сразу метанның массалық үлесін таба аламыз. 0,18-ді бөле аламыз 8,15-ке. 0,18 моль, я, 0,18 грамм. 0,18 грамм екен. Вот. А бізге оның метанның массалық үлесін сұрап тұр, я? Қазір 0,18 8-де 6 грамм, 0,18-ді, 0,125-ді 16-ға көбейтеміз. 0,18, оны бөлеміз. Жеке-жеке, все равно біз олардың несін тауып алу керекпіз. 125 көбейтілген 16, 0,18. Ол бізде массалық үлесі ол 9-да нешеге тең? 8%-ке тең. Егер массалық үлесін істесе, осылай істесе. Егер көлемдік үлесі дейтін жағдайлар болады, ол көлемдік үлесі дейтін болсақ, ол жерде не істейміз? Уже көлемін табамыз. Түсінікті ма? Все, в принципе, ондай қатты қиын емес. Давайте чатта кері байланыстарын күтем. Мына жерде сразу түсіндік па барлығын? Тура бізде 2022-нің келген тестінде метандікін емес, этендікін сұраған. Дәл осында есеп, бірақ этендікін сұраған. Енді этенде уже азайтып барып табасыңдар. Хорошо? Оны жекеге сұрасаңдар, дәл осы есепте этендің шығару жолын қалай көрсеткен, мен оны бөлісетін болам, жақсы ма? Мына уже бізге кішкене жеңілдетіп метандікін берген. Уже сразу мына жерден метандікін тауып алдық, я? 0,125-тің қайдан шыққанын түсінікті ма? 0,125 дегеніміз, мына 0,125-тен 0,12-ні азайтқан кезде шықты. Себебі біз y пен плюс z-тің екеуінің қосындысы 0,12 деп қарастырамыз. Яғни ол бромның несі бойынша, зат мөлшері бойынша құрылып жатыр. Ал біріншісі ол массасы бойынша құрылып жатыр. Бромның зат мөлшері тек этен мен пропенге ғана тиесілі ғой. Сол үшін тек осы екеуінің қосындысын алдық. X-ті алған жоқ біз. Енді содан кейін барып y плюс z-тің орнына 0,12-ні қойдық. Сол арқылы біз X-ті тауып алдық. Хорошо? Вот, дальше енді. Арғарай енді. Дальше. Глицериннің триолятының қышқылдық гидролиздену нәтижесінде алынған 100 мл дейді.
20% натрий гидроксидінің ерітіндісімен бейтараптану реакциясына түсті дейді. Қышқылдың теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда шығымы 80% болса, реакцияға қатысқан триглицерин триалиятын массасы дейді. Яғни ол бізден ана күрделі есеп, я. Яғни бұл жерде енді бұл формуланы жинақтап жазу керек бізге, я. С3H қанша деп жазамыз бұны? Уже глицерин триалияты болатын болса, оны С3H5 деп жазамыз, е. Себебі мына жерде вот көміртектердің біреуін есептеген кезде С3H4-те мына жақтан 5-еу шығады. Ал енді бұл жерде С17, H33, CO-дан, 2 CO-дан 3-еу болады. Қараңдар, мұнан барлығын қосқан кезде CO, мұнамен бірге қостық. Енді оны біз 3H пен қосатын болсақ, ол кезде бізде CH2, яғни ол бізде C3, H5, OH-дан 3-еу. Вот осылай есептесін болсақ, мына жерде 3, C17, H33, COH болады. Енді давайте эмерларын есептеңдер. Енді бұны мен есеп шығарып жүрген соң білемін. Бірінші очерт біз не істейміз? Бұл жерде массасын тауып аламыз. Давайте мен үстіне жазайын. Сендерге көрінетін болса, бірінші біз үстінде, цветін өзгертем деп қалай ол кетті. Вот. Бірінші біз массасын тауып аламыз. Яғни масса тең тығыздық көбейтілген көлем и массалық үлес деген формуламен. Бұл жерде 100 мл, я, 20% мен 0,12 деп аламын, яғни 0,12 көбейтеміз и 1,219-ға көбейтеміз. Сонда үшеуінің массасын көбейткен кезде менде қанша шығады? Ол жерден менде 100 көбейту 0,12 көбейтілген 100 көбейту 0,12 көбейтілген 1,219. Ол бізде 24-38-ге тең болады. Қараңдар, бұл 24-38-де мен уже қайсының үстіне апарып қоямын? Натрий гидроксидінің үстіне апарып қоямын. Себебі ол натрий гидроксидінікі ғой. Яғни натрий гидроксиді қай жерде шығады? Мына реакцияны екінші реакцияға түсіреміз. Яғни С17, H30, COH-ты натрий гидроксидіне қосқан кезде, ол жерде С17, H33, CO натрий түсіледі и H2 түсіледі. Вот осының үстіне апарып қоям. Хорошо? Вот енді мұнан үстіне апарып қойдым. Мынау бізде қаншаға тең болды жаңа? 24-38-ге тең болды. Осы арқылы мен мына жерден нені тауып алу керекпін? Яғни алейн қышқылының массасын тауып алу керекпін. Мынау бізде 40-қа тең, ал алейн қышқылынікі ол қанша екен? Давайте оны зат мөлшерімен есептейік, шынау 1 моль деп. Себебі 2 тізбекті болып келгендерді зат мөлшерімен есептеген жеңіл. 24-38-ді сонда 40-қа бөле саламыз. Ол 0,60-95 мольге тең болады. Вот енді оны апарып, мен мына жаққа үстіне қоя аламын ғой. 0,60-95. Сол арқылы мен уже нені табамын? Мынау триалияттың массасын табамын. Мынау бізде 3-ке көбейтек. Все равно на жақтан уже MR-ін табу керек, я? Или давайте MR емес, на жерге 3 моль дейсін болса. 7 мольмен беріліп тұр ғой үстіде. Вот мынау 3 моль, а мынау бізде қаншаға тең? Ол көбейтек на жерде. Ол бізде, давайте цветті өзгертейін мен. Ол мына жерде 884-ке тең мынау. 884 вот. Енді X қайдан шығады, қалай шығады? Или мына жерге табайын. X ол 884-ті көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 0,60-95-ке. Көрінді ма? Үху. 884-ті 3-ке көбейтіп, 0,65-ке бөліңдер, 0,60-95-ке бөліңдер. 884-ті 0,60-95-ке көбейтіп, 3-ке бөлесіңдер. Давайте, на жерде. Бөлік, давайте, на жерде.
орын ауыстырып қойғанбыз. 0,695 бөлінген 3. Енді бұл жерден қанша шықты? 179, яғни 179 дегеніміз, ол примерно бізде не я? Жоқтап алғанда 180 шығар осы. Енді 180 бізде еще шығын бар еді, 80% деп алайықшы. 80%, амнан 100% дейтін болсақ, ол жерден бізде 180-ді 100-ге көбейтесіңдер, и бөлесіңдер 80-ге. Сол кезде 225 шығады. Яғни ол 225 С жауабына сәйкес келеді. Хорошо? Все, эфир. Все, давайте. Енді келесі 32-ні не үшін 160-ге бөлдік дейді. Жаңағы есептема 32 деп отырған өзі ол бромның массасы еді ғой. Мына 32 бромның массасы еді. Енді 160 деп отырғанымыз енді бромды қосып алды деп отыр. Қосып алатын этен мен пропен. Осының 160 деген әміріне бөлдік. Сол кезде оның зат мөлшерін шықтық. Енді біз сендерлер жүйесін екі шама бойынша құрдық. Всегда сендерге берілетін есептің шартындағы масса ол тектен текке беріліп тұрған жоқ. Сендерлер жүйесін сендер массасы бойынша құрасыңдар. И екінші оның бромның несі бойынша, зат мөлшері бойынша құрасыңдар. Вот осы арқылы біз таптық. Хорошо? Дальше. Глицерин триолятын бітірдік. Енді 15%-дық алеум ертіндісін алу үшін дейді 250 грамм 70%-дық күкірт қышқылы ертіндісіне қосылатын күкірт ангидридің массасы дейді. Бұны қалай шығарамыз? Давайте 15%-дық алеум алу керек бізге. Біз 3 стаканмен істек, 15%-дық алеум алу үшін, алеум SO3 и HKS4, я. Осы жерден бізге мынау SO3 бізде қанша 15% болсын дейді. Значит, HKS4-іміз біздің 85%, сразу жазып аламыз. Ал енді күкірт қышқылы ертінісіне қанша SO3 қосады, соны сұрап тұр бізге. Мынау HKS4, мынау HKO, мынау бізде 70%, мынау сонда 30%. Енді бірінші очерт біз не істейміз? Масса HKS4-дің массасын тауып аламыз. 250-ді 70-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз, я? Сонда бізде 250 көбейтілген 70 бөлінген 100. Сонда бізде 175 шығады. 175 шықты, масса HKO бізде 250-ден 175-ті алғанға тең болады. Сонда 250-ден алатын болсақ, ол бізде 75-ке тең болады, судың массасы. Енді, мына жерде осы формула арқылы, SO3, күкірт қышқыл ертінісінің құрамындағы SO3 барады, неге қосылады? SO3 пен HKO әрекеттесіп, HKS4 түзеді, я? Енді бұл жерде SO3-тің массасын тап деп тұр, 15%-дық алеум ертінісі алу үшін. Бізде енді SO3-тің массасын табу керек, суым бойынша пропорцияны жүргізейік. Сонда 75-те, мына жерде X теміз, мынау бізде 18, мынау бізде 80-ге тең болады. Сонда 75-ті 80-ге көбейтіп, 18-ге бөлсеңдер, 75 көбейтілген 80 бөлінген 18. Сонда 333-те 3 болады, я? Енді Y-ті тауып алаймыз. Y қаншаға тең болды жаңа? 98-ге тең болды, я? Мына жерде Y-іміз ол бізде 75-ті 98-ге көбейтіп, 75 көбейтілген 98 бөлінген 18. Ол 408-ге тең болды. 408-де 3. Енді қараңдар, мына 175 естерінде болса, осы жерде масса, екінші жол, мына үшінші жол, енді төртінші жол, масса жалпы HKS4 табамыз. Ол 175 қосу 408-де 3. 175-ті қосатын болсақ,
Ол жерден 583-те 3 шығады. Ол бізде қанша процент кетсең, 85% кетсең. 85% кетсең. Ал енді бізге 15% қанша екен табу керек қой. Сонда 583-те 3-ті 15-ке көбейтіп, 85-ке бөлеміз. Сонда 102-де 9 шығады. Қараңдар, бұл 102-де 9 SO3-тің массасы шығып тұр, я. Және бізде MR кезінде, басында пропорция кезінде тапқан 102,9 бар. Енді жалпысын қосамыз. Масса жалпы SO3-тің массасын табу үшін 333-те 3-ке 333-те 3-тен қосу 102,9. 303-те 102,9 қосу 333-те 3. Сонда 436-та 2 болады. Хорошо? Осылай оп-оңай табасыңдар. Алеум есептерін шығарудан қиналатын болсаңдар, мен сендерге айтайын, осы YouTube-да трансляция деген бөлім бар. Парақшаға бірінші тіркел, осы видеоға лайк бас. Одан кейін сол жерде алеумдегі 8 типті есеп бар. 8 типті есепті қарап шығатын болсан, 8 типін, онда ОБТ-да келетін 2-3 есептік алеум есептің барлығын толықтай орындай аласың. Плюс 4 балл қоса аласың. Хорошо? Ол үшін міндетті түрде давайте лайк басып өтейік и парақшаға тіркелейік. Хорошо? Он 18 емес, 15 қоя пойти, да? Нені айтып жатсыңдар 18 емес деп. Давайте енді метил циклогександы дегидрлеген кезде не түзіледі дейді. Давайте метил циклогексан, ол бізде қалай болады? Циклогексанның формуласы қандай негізі? Циклогександікі CnH2n, я? Енді бұл жерде метил болғандықтан ойлаңдар. C6H12 болу керек, соның орнына C6H11 CH3 болады. Енді оны дегидрлесек, ол жерде не түсіледі? Давайте чатқа, давайте белсенді болайықшы. Бізде бұл жерде не түзіледі? Я, ол жерде дегидрлеген кезде бізде палладийдің қатысында жүреді, я. Температура дейміз, немесе 300 градус деп көрсетіп қояды. Хорошо? Нәжеттен. Менің нелерім кішкене кешігіп барып жатыр ғой деймін, да? Циклогександы дегидрлеген кезде не түсіледі, соны жазайық. C6H11 CH3 дейді, яғни. Вот енді оны дегирлетсек, C6H5 CH3 деген аламыз и H2 аламыз, я? Яғни мына жерде 8, аяқта 14 болатын болса, 14 болу үшін мына жаққа 6, яғни 3 керек. Мынау бізде не? Толу ол, я? И енді варианттан толу ол деген келіскен шығар. Соны біз белгілейміз, хорошо? Енді мына жерде X пен Y заттары деп тұр. X заты бұл жерде ацетилен, яғни метан болатын болса, егер ол жерден C3H6-дан C3H8 бізде пропан түсілген. Енді бұл жерде CH4-ке хлорды қосатын болсақ, CH3 хлор аламыз. Сонда X затымыз біздің CH3 хлор. Ал Y затымыз C3H8-ге хлор 2-ні қосатын болсақ, ол жерден C3H7 хлор аламыз. Енді қалай одан біз гександы алып тұрмыз деген сұрақ болатын болса, ол жерден Вюрц реакциясын естеріңе түсіріңдер. Вюрц реакциясында бұл жерде галоген алкан, яғни хлор пропан екі еселенеді,
6 H14 шығады, плюс натрий хлориді түзіледі. Яғни бұл біздегі заңдылық Вюрц реакциясына бағытталады. Хорошо? Все. Енді бізде 20-200 грамм 37% күкірт қышқылы ертісіне 160 грамм күкірт ангидридін ерткенде алынған ертіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесін сұрап тұр. Бұны біз қалай шығарамыз? Бұл да бізде уже алеум есебі, қарап отырсаңдар. Бірінші күкірт қышқылы ертіндісіне қосу керек біз, 200 грамм 37% HCl4, яғни жалпы массасы оның 200 грамм. Қалған сонда 63% оның су деген сөз. Енді бұған 160 грамм күкірт ангидридін қосып жатыр, SO3. Сонда алынған ертіндіде күкірт қышқылының массалық, яғни HCl4-тің массалық проценті қанша сұрап тұр. Хорошо? Енді мынаныкі понятно, ол ертіндінің массасы жалпы 360-ға тең болады, ол? Ол түсінікті ғой сендерде 200 грамм 37% дейтін болса. Хорошо? Енді біз қарандар, естерінде болсын, сендерге егер күкірт ангидридін жаңа алдыңғы алеум есебінде, ол жерде қарасандар нені берді? Күкірт ангидридінің массасы белгісіз еді, яғни SO3-тің. Ал егер беріліп қойса, сендерде уже нені күкірт ангидридін біз пропорция кезінде осымен жүргіземіз, хорошо? Мына жерде SO3 плюс HCl4, Осы жерде 160 граммды біз ненің үстіне қоямыз? SO3-тің үстіне қоямыз. 160 грамм. Осы арқылы біз қазір табамыз, яғни HCl4-тің массасы. Мынау 98-ге тең, мынау 80-ге тең. Енді не үшін HCl4 тауып жатырмыз? Себебі бізге күкірт қышқылының массалық үлесі белгісіз. Сол үшін де 160-ты 98-ге көбейтіп 80-ге бөлесіңдер. 160 көбейтілген 98 бөлінген 80. Сонда 196 шығады. Дұрыс қой? Енді бірінші 200 грамм 37% кезіндегі мынау бірінші HCl4 бар ғой, соның массасын табамыз. Екінші масса HCl4. 200-ді 37-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Хорошо? Осы жерден бізде ол 200-ді 0,37-ге көбейтетін болсақ 74 граммға тең болады. Енді қарандар, масса үшінші жалпы HCl4 табу керекпіз. Сонда 196-ға 74-ті қосамыз ғой. Сонда оны қосатын болсақ, ол жерден 270 шығады. Ал енді бізге массалық үлесті сұрап тұр. Массалық үлесті табу үшін 4-ші жол. Біз 270-ті жалпы 360-қа бөліп тастаймыз. 100%-ке көбейтеміз сол кезде. 270-ті 360-қа бөліп 100-ге көбейтетін болсаңдар, ол жерден уже 75% шығады. Хорошо? Сонда Д жауабы. Мен тез айтып жатқан жоқпын ба, сразу не істеп жатыр? Сразу не істеп отырмын. Давайте қазір мені қарап отырған, мына жерде оқушылардың барлығы осы видеоға лайк басайық, және қаңтар ОБТ әлі тапсырмаған, немесе тапсырып қойған, жалпы химия таңдаған таныстардың барлығына осы ссылканы жіберіп таратайық. Хорошо? Егер ол жерде просмотрдың саны көп болатын болса, бұл сабақты мен толығымен сақтаймын. Және сендерге уәде беремін, бұның, яғни қаңтар ОБТ-дағы бұл барлық сұрақтар емес, себебі бұл жерде 1-1,5 сағаттық эфирде мен барлық қаңтар ОБТ-да келген сұрақтардың барлығын талдап үлгере алмаймын. Давайте осы видеоны максимально таратайық, просмотрдың санын көбейтейік, лайк санын көбейтейік, өзі уже рекке шыққан соң уже басқа да оқушылар көретін болады. Одан кейін уже осы слив нұсқаның тағы да басқа да сұрақтарын талдаймын. Жақсы ма? Сол үшін осы жерге белсенді болайық. Керемет апай дейді. Все, рахмет. Қазір мен бірінші есептерді талдап көрсетіп жатырмын. Ары қарай теориялық сұрақтарға өтеміз. Жақсы ма? Ойламаңдар, тек қана қаңтар ОБТ-да тест сұрақтары ғана, есептер ғана келген екен деп. Енді, давайте енді сұрақтарға өтеміз. Этиламиннің жану реакциясы, этиламин деп отырсақ, уже өзінің несі айтып тұр, этил радикал, ол бізде C2H5NH2, оның жану реакциясы кезінде
Ол жерден N2 түзіледі, H2O және CO2 түзіледі. Хорошо? Біріншісі ол метиламиннің жану реакциясы. Хорошо? Өздеріңе жазып алыңдар. Екіншісі ол фениламин, немесе оны айтамыз фениламин. Ол бізде немесе анилин деп атайды оны. Бірақ ол жерде амин тобы болғандықтан көбісі ойлап қалады ол не шығар деп. Аминдер тобына жататын шығар. Ол негізі бөлек, ол анилин. Мына жерде NCH3 деген ол бізде ненікі 3 метиламиндікі. Хорошо? Осы жерден шатаспаймыз. Жақсы ма? Давайте. Енді циклопропанға тән қасиет, ол сендерге ОБТ-да, қаңтар ОБТ-да барлық сыныптарда келіп жүрген сұрақтар, мына жерде. Вот бұл бізде оңай тұтанады және ауырсынуды басатын наркозды қасиеті бар. Ол жерде мына кітаптан бізде мысал келтіріп қойған. Яғни ол бізде 10-шы сыныптың 2-ші бөліміндегі цикла бізде алкандар деген тақырыптағы. Яғни циклопропанда сен білесің бе деген жердегі сөздің өзі бұл жерде не болып келеді? Теория болып келеді. Хорошо, енді мен сіздерге айтайын, теориялық білімді көбірек есте сақтау үшін мен көбіне оқушыларға, мысалы осындай теориялық сұрақтар келген кезде, оларға өздеріне самостоятельно іздеу үшін, былай айтқан кезде тақырыппен қасына қай параграфтен келеді, соған байланысты кесте берем. Яғни мысалы циклопропандар мына параграфтен келеді деймін, сол жерден өзі уже өздігінен таба алады. Яғни теориялық сұрақты білмеймін деп, немесе менің талдауымды күтіп отырмайды, олар өздері не істейді, өздігінен іздей алады. Хорошо? Мысалы, көбіне мысалы контексттер келетін болса, мысалы қоңыр түсті улы газ мынамен әрекет ететін болса дейтін болса, уже ол есіне түсіреді. Вот қоңыр түсті улы газ, яғни ол жерде қай топтың элементтерінің газдары бізде қоңыр түсті еді. Вот содан кейін барып ішіне мысалы мыс, купрум ол бізде қара түсті, значит ол бізде жатпайды деп. Вот сол егер талдай алатын болса, онда бізде теориялық сұрақтан шатаспайды. Оны мен қазір түсіндіріп өтем. Жұмбақ заттар контекстін негізі толығымен талдай алу үшін оқушылар не істеу керек? Бірінші топпен естерінде болсын, 8-ші топ аралығындағы элементтердің барлығының қасиеттерін үйрену керек. Ол үшін мен жақын арада жұмбақ заттар дейтін марафон өткізіп жатырмын. Жұмбақ заттар марафоны. Қазір мен сіздерге айтып өтсем, ол жұмбақ заттар марафоны кімдерге арналған? Яғни жұмбақ заттар марафонын шешіп, 5 балл қосу үшін оқушылар біз не істейміз? Яғни 7 күн бойы 8 топ элементтерінің қасиеттерін кесте бойынша үйренеміз. Яғни мысалы бір элемент тұратын болса, мысалы бұл бірінші топтың элементі, немесе литий, натрий, калий, рубидий, цезий. Вот, мысалы осында элемент тұратын болса, олардың жеке-жеке біз кесте бойынша оның түсі, агрегаттық күйі, оның қосылысы барлығын кестемен үйренеміз. Яғни оның түсін білетін болсаң, сен агрегаттық күйі барлығын білетін болсақ, физикалық қасиеттен, онда біз контекстте келген кезде таба аламыз. Мысалы ақ түсті ірімшік деп, немесе айран тәрізді ірімшік деп келіп жатыр, қазір алюминий гидроксидін. Вот соларды біз таба аламыз. Жақсы ма? Енді міне көріп отырсыңдар ма? Сары, жасыл және шымқай түспен жанатын металдар деп тұр. Яғни бұл жерде жалын түсі литийдікі таңқурай түсі естерінде қалдыңдар, натрийдікі сары, калийдікі күлгін, кальцийдікі кірпіш қызыл. Осы кірпіш қызыл деген келуі мүмкін. Шымқай қызыл дейтін болсақ, ол бізде, яғни стронцийдікі, 2+, одан кейін барийдікі. Сонда екеуінікі барий мен стронцийдің металдары жанса, осындай түс көрсетеді екен. Хорошо? Вот. Толы ол дейді. Не жерден көріп отырмын. Все, ары қарай жалғастырамыз ба?
Мхм. Я мен қазір зарядка қойып жүрейін. Ага, все. Дальше. Периттің жану реакциясы дейді. Давайте периттің жану реакциясына енді бұл жерде варианттар жоқ, я. Тек қана сұрақпен берілген. Феррум S2, оған O2-ні қосатын болсақ, бізде феррум 2O3 түзіледі, и бізде SO2 түзіледі. Мынаның алдына білесіңдер 8 болады, мынаның алдында бізде 4 болады, мынаның алдына 2 қоямыз, мынаның алдына 11 қоямыз. Периттің жану реакциясының естерінде болсын, коэффициенттерін еске түсіріп, мына жерде есте сақтап алыңдар. Себебі мысалы бұл жерде SO2-ның коэффициентін сұрауы мүмкін. SO2-ның алдында коэффициент қанша деп. Хорошо? Все, дальше кеттік. Көміртекпен H2S4 қосылатын болса, бұл жерде не түзіледі деп тұр. Не түзіледі бұл жерде? Көміртек плюс H2S4. Көміртекке H2S4 қосатын болсақ, ол жерден бізде көміртек плюс H2S4 тең CO2 плюс SO2 плюс H2O түзіледі. Вот осыны есімізде сақтаймыз. Мына жерде енді теңестіру керек. Бұл жерден қанша болады? C плюс H2S4. Яғни тотығу дәрежелерін табуға арқылы теңестіреміз электрондық баланспен. Концентрі, я. Мынаның алдына егер 2 қоятын болсаңдар, мына жерде SO2-ның алдына 2 қоясыңдар. И судың алдына 2 қоясың. Сол кезде 8, мынау 4-теу, 6-тау и 8 болып теңеседі. Жақсы ма? Келесі. Енді алюмді бастадық. 300 грамм 25%-тік алюмге 540 грамм су қосқан кезде түзілген ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін сұрап тұр. Бұл жерде не істейміз? Бірінші алюмге су қосқан кездегі еріген зат, яғни мына 300 грамм 25% ол бізде ненікі? SO3-тікі. Жалпы массасы оның 300 грамм, 75% оның, значит, H2S4-ке тиесілі. Енді оған су қосып жатыр 540 грамм. H2O. Мынау 300 грамм болса, мынау 540 грамм. Сол кездегі түзілген ерітіндінің массасы, значит, 940 грамм, я? 940 грамм. Енді 940 граммды табатын болсақ, уже сендерден бұл жерден, яғни еріген заттың массалық үлесін табуға болады, я? Қалай табамыз? Яғни бірінші очерт біз 300 грамм 25% есептейміз бірінші алюмдегі. Вот бірінші масса SO3-ті табамыз. 300 көбейту 25% и бөлінген 100 деп. Сол кезде мынау 1 менен 300 қысқарады да 100 менен. Сонда 75 граммға тең болады, мынау. Енді бұл жерде біз пропорцияны немен құрамыз? 540 грамм қосқан кезде, яғни бұл жерде масса H2S4-ті де сразу тауып алу керек. Яғни 300-ден 75 азайтып тастасаңдар сендерде. Онда 225 шығады, я, H2S4 масса шығады. Енді біз пропорция құрамыз. Пропорцияны құрған кезде біз немен құрамыз? Қазір қараңдар. H2O плюс SO3. SO3 пенен H2O қосылады да, H2S4 ерітіндісін түседі, я? H2S4. Сонда бұл жерде біз мына жерде 540 грамм су қосқанда деп тұр. Мына жерде мына SO3-тің массасы 75 грамм арқылы H2S4-ті тауып аламыз. Яғни мынау бізде 98-ге тең, мынау бізде 80-ге тең, я? Ол жерден 75-ті 98-ге көбейтіп 80-ге бөліңдер. Сол кезде ол 91,8-ге тең, я?
91, 875 деп толық жазайық. Енді біз не істейміз? Үшінші, төртінші жолда мына жердегі жаңа SO3 91-де 875 шықты. Осымен 200, мына жердегі 225-ті қосамыз. Жалпы HKS4-дің массасын табу керек қой. Сонда 91-де 875 қосу 225. Вот. Давайте қосайық. 91 875 қосу 225. Сонда 316-да 875 болады. Енді 5-ші жол. Енді массалық үлесін табу керек. Оның жалпы массасы 940 грамм. Сонда 316-да 875-ті 940-қа бөлеміз. И 100-ге көбейтеміз. Хорошо? Бөлеміз 940-қа и 100-ге көбейтеміз. Сонда 33 бүтін, мына жерде 30, давайте мына жерде дұрыс есептедік, я? 225-ге қосамыз 91-де 37-де 72 шығады. Дұрыс қой? Ол А жауабына сәйкес келеді. Все. Давайте сендердің нелеріңді көрейін чатта. Ой, я 840. Все. 316-да 875 бөлінген 840. Я 37-72. На жер 840 болады. Хорошо, қазір түзіліп қойын. Мен 940 деп шатастым. Бұл жерде 840 болады. Сұрақ болса, сразу жазып отырайық. Хорошо, оқушылар? Болады. Енді қорғасын бізде нитрат ыдыраған кезде заттар дейді, естерінде болсын. Егер литий мен магнийға дейінгі заттар болатын болса, олар бізде металдың нитраты түзіледі, нитриті и оттек түзіледі. Енді бұл қорғасын деп отырғанымыз магний мен мыстың арасындағы металл ғой. Сондықтан ол жерде қорғасынның бірінші оксиді түзіледі, NO2 түзіледі и бұл жерде O2 түзіледі. Хорошо? Вот сонда А жауабы болады, я? Ал енді келесі бізде мысалы келесі сұрақта күміс нитраты ыдырағанда түзілетін заттар дейді. Ол бізде мыстан кейінгі, яғни сутектен кейін орналасқан металдар. Сондықтан бұл жерде күміс нитраты ыдыраған кезде ол жерде күмістің өзі түзіледі, NO2 түзіледі және оттек түзіледі. Сондықтан біз В жауабын дұрыс жауапқа. Я, бұл мына жаңағы 540 грамм су қосты деген, ол бізде не келеді? ОБТ-да келген сұрақ. Хорошо? Мен тек осы ОБТ-да келген сұрақтарды ғана қарастырып жатырмын. Енді C2H4O-ға сәйкес келетін қосылыс дейді. Давайте кім табады екен? Вот C2H4O-ны кеше мен Telegram каналда да бөлістім. Бұл бізде этан қышқылы, винил спирті, метил спирті деп тұр, амил спирті деп тұр. Талант Мейірханұлы, қайсысы келді деп жатырсың? Бізде ыдырағанда заттар ма? Қай сұрақ келді? Қайсысы келді деп жатырсың? Мына жерде осы келді деп жазғансың, сондықтан сразу айту керек. Енді қара, C2H4OH деп отырғанымыз, ол бізде винил спирті, этан қышқылы келмейді, амил спирті келмейді да.
Хорошо? Винил спирті. Сондықтан екінші атауымен жаттап жүріңдер, иә? Винил спиртінің екінші атауы CH2, CH, OH, осыны айтамыз. Енді жалпы оны санаған кезде C2H4O емес па? Вот сол бойынша оны вот винил спиртіне жатқызамыз. Жақсы ма? Енді 80% мұз сульфатының ертінісінің электролиз дейді. Давайте ертінісінің электролиз кезінде бізде ол жерде су түзіледі, иә? Су түзілген кезде бізде купрум плюс O2 плюс H2S4 түзіледі, иә? Анодта түзілген газ ол бізде қанша көлем деп тұр. Егер мынанікі 8% неше болса, 500 грамм болса дейді. Давайте енді сразу 800 грамм масса 500 грамм 8% табайық, иә? Сонда 1, мынау 5, мынау сонда 40 грамм болады, иә? 40 граммды қоямыз. Сол арқылы x литр дедік. Мынау бізде 22,4 болу керек, иә? Ешқандай бізде теңестіреміз ба? Давайте сразу осы жерден купрум SO4 бұның ертінісінің электролиз кезінде санап жүрейік. Несін? Қанша болады? Мұнан алдына 2 қоятын болсақ, мұнан алдына да 2 қоямыз, иә? Мыстың алдына тоже 2 болады. Оттектің алдында бізде ештеңе болмайды. H2S4-ның алдына 2 болады. Соны 22,4 болады екен. Ал мына жердегі бізде MR ол қаншаға тең болады? Купрум SO4 ол 160, оны біз 2-ге көбейтеміз, иә? Сонда 160-ты 2-ге көбейтсек, ол жерден бізге шығады 320. Хорошо, на жерге 320 жазамыз. Сонда x-ті табу үшін 40-ті 22,4-ке көбейттік и 320-ға бөлдік. Мына мен аны қысқартып жүрейік. Вот, мынау 8 болады. 22,4-ті 8-ге бөлсек, бізде 2,8 литр шығады. Сонда анодта түзілген газ оттек, оның көлемі 2,8 литр. Немесе бұл көп жауапты да келген болуы мүмкін, немесе бір жауаптың ішінде осы екі жауапты қатарынан берілген болуы мүмкін. Жақсы ма? Енді қараңдар. 10 грамм кремний натрий гидроксидінің ертінісімен әрекеттескен кезде түзілетін газдың көлемін сұрайды бізде. Енді бұны біз кремнийді натрий гидроксидімен әрекеттестіру керекпіз, иә? Кремний натрий гидроксидімен әрекеттескен кезде бізде не түзіледі? Бізде натрийдің ол жерде кремнийдің өзі натрий гидроксидімен әрекеттескенде, яғни ол бізде судың қатысында жүреді. Сразу мына жерге плюс су деп жазайын. Плюс H2O деп. Плюс H2O. Ол кезде сендерде сразу не шықты? Яғни бізде натрийдің силикаты шығады. Натрий 2 силициум 3. Плюс 2H2 шығады. Енді мына жерде натрий OH-ның алдына 2 қоямыз, себебі 2 болды. Енді газдың көлемі деп отырған, яғни H2-ның көлемін сұрап тұр. Ертіндісімен дейтін болсам, мына жерде H2O-ны болмаса да, уже сендер өздерің естеріңе түсіріңдер, иә, мына реакцияны. Мына бізде 10 грамм болатын болса, мынаныкі x литр. Мына бізде 44,8 литр, себебі алдында 2 деген коэффициент бар. Ал кремний ол 28-ге тең. Сонда 10-ды 44,8-ге көбейтіп 28-ге бөлетін болсақ, ол бізден 16 грамм шығады. Хорошо? Түсінікті болды ма? Енді құрамында 15% қоспасы бар алюминий бар боксит, балқымасын электролиз дегенде дейді, боксит дегеніміз. Оның қараңдар, боксит деген ішінде алюминий и су болады, да, ол бокситтің қосын. Соның ішіне 15% қоспасы бар деп тұр. Значит, бұл жерде алюминий бар боксит, яғни не болып тұр? Балқымасын электролиз деп тұр. Сонда біз бірінші қараңдар, бірінші алюминиймен плюс O2 дейміз, иә, 3O2. Мынаның алдында 2 болады, мынаның алдында 4 болады, ал алюминий 2O3-тың алдында 2 болады. Вот, мынаның алдына 4 қоямыз. 4 алюминий плюс 2 алюминий 3O2, иә. Енді қараңдар, мына жерде шықты.
Осы жерден 26 тонна, шығымы 96,3 болатын алюминий алынды дейді. Сонда бокситтің массасы қанша дейді. Осыны сұрап тұр бізге. Енді біз бірінші очередь бұл жерде 100%-дан 15% алып тастаймыз, я? Себебі 15% қоспасы бар деді ғой. Енді біз онымен енді 85% екен таптық, бірақ бокситтің бізде әлі массасын берген жоқ. Тек қана 26 тонна, 96,3% оның несін берді, алюминий массасын берді. Осы жерде яғни шығыммен алынған кезде оның массасын айтып тұр бұл жерде. Сондықтан да 26 тонна, 26-ны, яғни 26-ны қазір 100-ге көбейтеміз и 96,3 қазір 26-ны 100-ге көбейтеміз. 6-да 3-ге. Қараңдар, мына жерде 26 тонна, ол 96,3%, я? 96,3%. Енді біз оны 100%-ны қанша екен тауып алу керекпіз ғой, чтобы пропорцияға қою үшін. Сол кезде ол 26-да 99 тонна шығады. Соны мен қоям 26-да 99-ды, сол арқылы мен алюминий оксидін тауып алам. Мына менде 108-ге тең болады. Алюминийдің өзінің атомдық массасы 27, оны 4-ке көбейтсек 108. Ал енді мына алюминий 2О3-тің өмірін есептейік. 54 плюс 48, я 12-ке көбейтсек 204 шығады. Вот 204 шықты. Енді бұл жерде не істедік? X-ті таптық. 204-ті 26-ті 99-ға көбейтіп 108-ге бөлдік. 204 көбейту 26-99 бөлінген 108. Ол 50-де 9 шықты, я? Енді 50-де 9, 50-де 98 шықты. Қарандар, бұл енді қарандар, бірінші очередь біз мынаны істедік, я? Екінші біз сразу мынаны істедік, үшінші мынаны істедік. Төртінші енді не істейміз? 50-де 98, ол сендердегі бізде не? 85%, яғни 15% қоспасы бар дедік қой. Ол 85-ке теңестіреміз. Бұл яғни бұл таза массасы болып тұр. Себебі 15% оның қоспа болып тұр. Сонда 100%-ны табу керекпіз ғой. Сонда оның 15% қоспа болатын болса, оның таза массасы оның нешеге тең? 59-да 9, яғни жоқтап алғанда 60 тоннаға тең. Сонда оның 15% қоспасын алып тастады. Яғни сол алып тастаған кезде оның несі қоспамен алып тастаған кездегі массасы 50-де 98-да, ал қоспамен бірге санаған кездегі массасы оның 60. Түсінікті ма? Все. Все, түсінікті болса, онда мына есепте давайте плюс қалдырыңдар, мына есеп түсінікті болса. Себебі көп оқушы былай бірінші немен аламыз, қайсымен пропорция жүргіземіз, сол жағын түсіне бермейді. Екінші А топ элементтерінің жоғарғы оксиді дейді. Давайте мынаны түсінікті ма боксид? Екінші топ элементтерінің жоғарғы оксиді, ол бізде екінші топ болғандықтан элемент бізде мынау элемент екі, ол бірінші топтікі, я? Элемент о екінші топтікі. Сондықтан мына бізде дұрыс жауап болады. Мынау үшінші топтікі, мынау бізде төртінші топтікі. Хорошо? Сондықтан осы жерден біз дұрыс жауап ретінде элемент о екінші топтікін аламыз. Хорошо? Енді купрум 2 ионына сәйкес келетін электрондық конфигурация дейді. Сендерге атом құрылысы электрондық конфигурация дейтін YouTube-та сабақ бар. Оны трансляция бөлімінен қараласыңдар. Сол жерде мен иондықын қалай табу керектігін үйреткенмін. Қараңдар, күміс мыс 2+ болатын болса, ион бірінші мыстың өзінікін жазып аламыз. Ол бізде мыс 4-ші периодта тұрған, бізде 9-шы Д элемент, я? Сондықтан оның формуласы 4s2 болады. Енді ол 2+ болу үшін, яғни ол 2 электрон не істеді? Берді, я, плюс 2-ке айналды. Значит, осы 2 электронды ол S элементтен алады.
Сонда оның формуласы 3-9, 4s0 болып өзгеріспен осылай болады. Мына 3-9 ол жай өзі тұрған кезде, ешқандай электронды бермеген кездегі, яғни қозбаған күйдегі деп айтамыз оны. А мына купрум 2+, яғни ол 2 электронды беріп, қозған күйдегі мыстың ионына сәйкес келетін конфигурация. Рас ма? Химия 35 алдым, Салим Алишеров дейді, молодцы. 35 қазірдің тестін өзіне алса, это уже нормальный результат. Но дальше, чтобы 45-50 алу үшін мен айтар едім, жұмбақ заттар контексті және әр элементтің физикалық қасиеттерін білу керекпіз. Яғни оның түсі қандай, оның агрегаттық күйі қандай, қанша градуста ол балқиды деген сияқты, вот соларды білу керекпіз. Енді давайте қазір мен сендермен контекстін бірнеше түрлерін талдайын, немесе оны ертеңге қалдырайын. Себебі біз ертең сендермен жұмбақ заттар контекстін немесе дүйсенбі күні жұмбақ заттар контекстін талдайын. Енді қараңдар, жұмбақ заттар контекстін талдау үшін қазір мен көрсетейін. Мысалы, мынау бізде бүгін бір оқушыға келген, мен оны өзімде талдадым. Қараңдар, бірінші бұл жерде сендерге айтады. Яғни бұл жерде +2, +3 тотығу дәрежесін көрсететін А затына дейді, күкірт қосқан кезде Б заты түзілді дейді. Бұл үшін сен бірінші +2, +3 тотығу дәрежесін көрсететін элементті примерно біліп отырасың. Мысалы, ол не болуы мүмкін. Енді сен оны білмесең, онда дальше тоқтап қалма, ары қарай не істей бер, оқи бер. Себебі бұл жерде айтады, ары қарай құрамында оттек жоқ, бір сатыда диссоциацияланатын қышқыл қосқан кезде С заты түзілді дейді. С затына сілті жіберген кезде Д заты шықты дейді. Ең соңында барып біз біліп отырмыз, Д затына нейтрон саны 125 болатын металы бар нитрат қосқан кезде қара тұнба алынды дейді, қара тұнбасы. Енді единственный бізде қара тұнба, ол бізде қорғасынның сульфиді. Вот қорғасынның сульфидін біз Е заты деп аламыз, міне. Енді қараңдар, нейтрон саны енді қара тұнба ПБС болатын болса, значит, оған бір элементке ПБС. Значит, оған бір HKS дейтін, яғни нені қосу керек? Күкіртсутек бір қышқылды қосу керек, чтобы тұнбаның S болған аяқталғанына байланысты сульфид. Значит, оған бізде күкіртсутек керек. Себебі күкіртсутек қышқылынан басқа бізде сульфид болатын қышқыл жоқ. Осы арқылы біз уже Д затын HKS екенін тауып алдық, Себебі Д затына нейтрон саны 125 болатын дейтін, уже сендер нейтрон саны қараңдар, уже догадывать етесіңдер. Д заты, яғни нитраттың қандай екен? Мысалы қараңдар, ол 207 ғой, одан 82-ні алып тастасақ, бұл жерден қараңдар, бірінші өшіріп тастайын да, сразу өшіріп тастайыншы, мен мына неге түсіріп алып. Бірінші, давайте. А то на жерде сендерге шатас кетесіңдер. Ең соңында. Вот, бірінші қараңдар, А затын таба алмадық, сосын біз Б затын таба алмадық, С затын да түсінбедік, Біз Е затын таптық, ПБС, ол қара түсті тұнба. Қара тұнба дедім, Стрелканы төмен қаратам. Енді біз айтты, оған енді ПБС болатын болса, значит, оның бізде мынау Е заты ғой, а бізде енді оған Д заты керек, Сонда бізде неше болады? Е затын қосқан кезде, яғни 125 нейтроны бар деді. Вот 125 нейтроны бар болатын болса, онда біздің С затымыз бізде HKS болады, Себебі, қараңдар, нейтрон санын 125 екенін қайдан таптым? Мен нейтрон санын табатын болсақ, егер мына 207-ден, егер қорғасынның нейтратына енді HKS-ті қоссақ қана бізде не шығады? Қорғасынның сульфиді шығады ғой, басқа никак. Басқалай никак, потому что басқалай бізде ПБС шықпайды. Вот енді шықты, мына жерден ПБС қара түсті тұнба, прям қарағып цветін көрсетіп қойын.
осы жерде оның таки оның былай да мына жерде нейтрон саны не дегенмен 125 дегенмен анықтап тұрмыз. 207-ден бізде оның реттік саны мына жерде 82 қорғасындікі. Соны табатын болсақ, ол жерден ол неше шығады? Бұл жерден 125 шығады. Вот 125 тауып алдық. Яғни сонда біздің неміз В затымыз не екен? В затын не екенін қалай табамыз? Мынау таки бізде С заты болды. Мынау бізде не болды? Д заты болды. Мынау Д заты, мынау Е заты, мынау бізде ПБ қорғасын нитраты, я? Енді бізге айтады, А, Б, С-ны табу керек біз. Осыған айтып тұр ғой, Д затына 125 болатын металл натрий қосқан кезде Е қара тұнбасы пайда болды. Сонда В, С, Е қайсыға тең болады. Енді қараңдар, HKS, я, осыған құрамында оттек жоқ, бір сатыда диссоциацияланатын деп отырғаны, ол бізде не? Бір сатыда диссоциацияланатын яғни ол бізде H хлор, я? HKS, мына жерде қараңдар, бірінші біз А заты HKS, оған натрий қосатын болсақ, натрий 2S болады. Сонда қараңдар, натрий 2S плюс HK шығады. Енді мына жерден біз А заты бізде темір болады, себебі феррум 2 и плюс 3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Енді темірге күкіртті қосатын болсаңдар, темір S шығады, феррум S. Феррум S-ке не қосасындар? Бір сатыда диссоциацияланатын H хлор қосасындар. Сол жерде ол феррум хлор 2 и HKS шықты. Сонда қараңдар, С заты түзілді, оттегі жоқ деп айтты ғой, оттегі жоқ, бір сатыда диссоциацияланатын қышқыл деп отырғаны. Сонда бізде не? Ол H хлор. Сонда мына жерде С заты, давайте үстіне сразу жазайын, мынау С заты, мынау сонда А заты, HKS. Мынау күкірт қосқанда деп, себебі күкірт қосқанда деп уже айтып тұр. Сонда Б заты түзілді. А затына күкірт қосқанда Б заты күкірт емес, Б заты бізде феррум S. Хорошо? Феррум S ол Б заты мынау күкірт қосқанда деп өзі сөзбен айтып тұр. Жақсы ма? Біз уже осылай біле аламыз. Жақсы ма? Сонда давайте қорытындылайық. Вот А затымыз біздің темір, Б затымыз ол бізде феррум S, С затымыз HKS, Д затымыз біздің бізде қайсысы болды? Д затына нейтрон металл бар нитрат қосқан кезде дейді. Д затымыз біздің ПБН ғой, Д HKS емес. ПБН, яғни қорғасын нитраты ғой. Вот алып тастаймыз. Сонда Е затымыз біздің не болады? ПБС, яғни қорғасын сульфиді болады. Д қорғасын нитраты деп жазамыз. Е қорғасын сульфиді. Хорошо? Бізге енді тек қана ВСН заттарын сұрап тұр. ВСН, яғни тек қана мына жерді ғана сұрап тұр. Хорошо? Осы жауапты белгілейсіңдер, егер сендерге осы контекст келетін болса. Жақсы ма? Мен сендерге қазір только бір контекстті ғана көрсеттім. Ары қарай контексті жұмбақ заттар контекстін мен стористе, яғни немесе қазір давайте сразу нестен. Вот жұмбақ заттар контекстін бізде 7 күндік марафон ұйымдастырамын. 7 күндік марафонның бағасы 7000 теңге. Яғни ол жерде сен полностью бүкіл жұмбақ заттар контекстін толығымен білетін боласың. Яғни ол жерде бізде қалай қарастырылады? Бірінші топпен 8-ші топ, яғни элементтерінің қасиеттері, себебі қараңдар, жұмбақ заттар контексті бізде ОБТ-да екі түрде келеді. Біріншісі ол келеді биорганикалық жұмбақ заттар болып келеді, екіншісі органикалық жұмбақ заттар болып келеді. Осы екеуін шатаспау үшін біз бірінші биорганикалық қарастырамыз 3 күн, қалған 4 күнде біз не істейміз? Органикалық контексттер қарастырамыз. Яғни органикалық контексттер олар примерно былай болып келеді, қазір көрсетейін.
мына мысалы биорганикалық болатын болса, органикалық осылай келеді. Мысалы А, Б, С заттары классаралық заттар, изомерлер деп келеді. Мысалы А затынан С спирт аласың, В затынан Д спирт алынады. В менен С спирттен дегидратацияласа, онда тығыздығы гелиймен салыстырғанда 15 тең алкен алынады. Алкенді тотықтырғанда кетон түсіреді. Яғни осындай мысалдармен көрсету арқылы біз бірінші әр кластың химиялық қасиеттеріне тоқталамыз. Содан кейін барып не істейміз? Осындай жұмбақ заттарды биылғы ОБТ тесттарынан келген жұмбақ заттарды қарастыратын боламыз. Жалпы бізде қазір марафонның бағасы 7000 теңге. Бірақ тек бүгін тіркелген оқушыларға мен 5000 теңгелік жеңілдікті ұсынамын. 7 күн бойы эфирге қатысып, жұмбақ заттар контекстін біліп 5 балл қосқын келсе, онда қазір жеңілдікпен 5000 теңгемен орын ал. Жақсы ма? Тек қана бұл естерінде болсын, бүгін қазіргі эфирге қатысып отырған оқушыларға. Ал бұл стористегі баға қайтадан 7000 теңге болады. Сондықтан да мен оқушылар көптеп марафон, яғни ұйымдастырыңызшы жұмбақ заттарға, осы жұмбақ заттар контекстін білгім келеді, сол арқылы 5 балл қосқым келеді, мен никак таба алмаймын дейтін оқушыларға осындай жеңілдікпен орын ұсынып отырмын. 5000 теңге деген ол 7 күндік сабақ үшін мен ойлаймын, ешқандай бір ары кетсе қанша 700 теңгеден түсе ма? 7 күн 5000 теңгеден болса, өте арзан бағада, 700 теңгеден емес, 800 сондай теңгеден түседі. 700 теңге бір күнге жұмсап контексті үйренетін болсаңдар, онда марафонға келіңдер, хорошо? Тек қана 5000 теңге бүгін ғана жеңілдік жасаймын. Ал 7 күн бойы қалған уже ертеңнен бастап қосылатын болсаңдар, 7000 теңгеге жазыла аласыңдар, хорошо? Ал енді мен төмен алып жатырмын, толығымен 3 ай бойы интенсивке қатысам дейтін оқушылар болатын болса, давайте мен түсіндіріп өтейін. 3 ай интенсивтің бағасы бізде куратормен 2 тариф болады. Қазір көрсетейін. Мен мына жерде тек қана материалдарды дайындадым, курс туралы ақпаратты толығымен айтқан жоқпын. Бізде қараңдар 2 тариф болады. Ол біріншісі куратормен. Ол бізде айына 20 000 теңге. 20 000 теңге. Бұл жерде аптасына 2 рет куратормен сабақ өтіледі. Яғни 2 рет қатемен жұмыс жасап, кәдімгі тест алда прямой эфирде жүреді. 1 рет менмен болады аптасына. Жақсы ма? Яғни оның барлығы бізде живой видео сабақ емес, живой форматта болатын сабақ. Ал енді екінші тариф бар, ол менімен, ол жерде тек қана 20 оқушы ғана оқытылады. Ол жерде аптасына 3 рет менімен тікелей сабақ өтіледі. Күнделікті бізде қатемен жұмыс, практикалық сабақтың барлығы сол жерде жүргізіледі. Бұған тек қана 20 оқушы. Ол бізде айына 35 000 теңге. 4 ай бойы оқисыңдар. Сонда мына жерде 4 айға 20 000. Яғни 4 айға бұл жерде 20 000-нан 80 000 теңге төлесеңдер. Мына жақта бізде 35 000 теңгеден 4 айға 140 000 теңгемен жазыласыңдар. Жақсы ма? Ал егер тек қана марафонды үйренем, мен уже қазір 35 балл жинап жүрмін дейтін болсаңдар, онда неге келіңдер? Жұмбақ заттар контекстіне келеміз. Хорошо? Көрінбейді дейді. Тұнбаны жаттау керек дейді оқушылар. Ол жаттау арқылы мен айтар едім, контексті жасау қиын. Ол жерде сендер түсіну керексіңдер, неден кейін не болып жатыр. Мысалы, мына жерде органикалық қосылыстар өте қиын. Мысалы, спиртті дегидратацияласақ, алкен алсақ, ол алкеннен ары қарай тотықтырғанда қандай кетон аламыз? Алкеннің мына жерде мысалы қай түрі? Осы жерден сен оны саралай алатын болсаң ғана таба аласың. Жақсы ма? Яғни олар бір-бірімен по цепочкаға жалғанады, бірақ олар белгілі бір қасиетпен, белгілі бір заңдылыққа сүйене отырып істейді. Мысалы, мына жерден мысалы спиртті дегидратациялық алкен алатын болса, қай спиртті біз дегидратациялап жатырмыз? Оның біз 15 тығыздығы арқылы біле аламыз. Содан кейін бар, одан кетон таба аламыз. Сол арқылы біз А-ны, Б-ны, С-ны, Д-ны, Е-ні тауып, плюс 5 балл қоса аламыз. Жақсы ма? Енді сендерге жаңағыны көрсетейін. 2 түрлі тарифке 4 ай бойы дайындық жүргіземін. Химиядан 40 балға жетемін дейтін дайындықта уже дайынмын дейтін оқушылар болатын болса,
осылай курсқа келіңдер де толығымен үйреніңдер. Сендерге курс жеңілдетіп береді. Яғни сендерге баратын қазіргі А точкаларынан жету керек. Мысалы, қазір сендер 25-20 балл жинап жүрсіңдер ма? Сендердің жеткілерің келетін балл 40 балл ма? Вот сол 40 баллға өзі арнайы методика арқылы, саған дайындалу методикасы ұсыну арқылы осылай жеткізеді. Ал егер өзің барып жететін болсаң, ол жерде, яғни ол саған ұзақ жол, әрі ол саған былай айтқан кезде анық емес та. Ол балға жетесің ба, әлде жарты жолдан дайындықты білмей қоясың, тастайсың ба, я? Себебі саған қазіргідей қатемен жұмыс жасап көрсететін мұғалім керек. Сол үшін мен сендерге айтам, просто дайындықты бірге бір жасаңдар да, балдарыңды 2-3 ай қалған кезде ғана таңнан кешке дейін просто оқымай, қазірден бастап дайындықтарыңды қолға алыңдар. Егер сендерде қазір өздерің қалаған, өздерінде бал болмаса, я? Егер балым менің жеткілікті дейтін болсаңдар, онда, пожалуйста. Мен балым жеткілікті деп айтатын оқушы, мен айтар едім, 45 балл, 48 балл жинап жүрген оқушылар, олар жеткілікті деп айтар еді. Даже олар да айтпайды, себебі олар да максимальный 50-ден 50 балл жинағысы келеді. Себебі химия мен биологиядан 50-ден 50 балл жинаса, уже грантқа түсіп тұр. Енді қалған матсауаттылық, оқу сауаттылығына мен ойлаймын, 7 балл, 5 баллдан жинаған өзінде уже ол 15 балл жинап тұр. Сонда ол жерде уже 115-120 балмен көбіне қазір бізде химия таңдаған оқушылардың бір медицинаға түскісі келеді, медицинаға еркін қалған университетіне түсе алады. Хорошо? Ерасыл Балташ дейді. Интенсив. Интенсив бізде 3 ай бойы өтіледі. Куратормен тариф и менімен болатын тариф. Екеуін көрсетіп қойын, біреу айына 20 мың теңге, менімен болатын тариф ол 35 мың теңге. Қазір қанша балл алып жүргеніңе қарамайды. Мысалы, егер куратормен тарифінде болатын болсаң да, сен толығымен барлық нелерді үйренесің, менімен болатын тарифте де солай. Не үшін бұл жерде қараңдар, 3 айда қалай игеру мүмкін деген сұрақ болуы мүмкін, я? 3 айда егер сен интенсивный аптасына 6 реттен дайындалатын болсаң, нәтиже болмау мүмкін емес. Себебі қара, сен видео сабақты да қарайсың, тікелей эфирдегі сабақты да тапсырасың, я? Еще қатемен жұмыс жасайсың. Не үшін менімен болатын тарифте тек қана 20 оқушы, себебі ол жерде 20 оқушы, яғни барлық 2 сағаттық эфирде каждый оқушы жеке-жеке, яғни сұрақ-жауап форматында талдап қатемен жұмыс жасайды. Яғни тек қана біздің курс осы сендерге сабақ берілді, бүгінгі тақырып осы, үй жұмысына алыңдар деп үйге бер жеретін сияқты өтілмейді, я? Прям на совесть жасалынады. Сол арқылы уже нәтижеде көп ұзамай бір айдан кейін көзге көрінеді. Мысалы, қазір ноябрьде бізде оқушылар 36-35 балл жинап жүр, ал декабрьдегі оқушылар енді 7-8-10 балл қосып жатыр. Жақсы ма? Сол үшін де қазір январь өтті, февраль 1, февраль, март, апрель 3 ай қалды, майдан бастап уже не басталады? Нағыз ОБТ басталады. Сондықтан да қаңтар ОБТ-дан өздерінің жинаған балдарыңды көрдіңдер, немесе әлі тапсырмаған болсаңдар да өздерің примерно уже сол жинап жүрген балдарыңнан аласыңдар. Енді прям слив дайындалып прям жоғары өсіп кетпесе, қазіргі балдарынан сразу көп балл өсіп кетпейді. Сол үшін прям өздерің қазір жинап жүрген балдарыңа прям шындықпен тура қарап, сол балды қабылдап, ары қарай мен осы балымды көтеру үшін қалай әрекет жасаймын деп уже іске кірісе бастаңдар. Жақсы ма? Давайте, апай, мен шықтым дейді. Я, егер мына жерде тегін сабақты оқып та шығып кететін оқушылар бар, я? Онда ол оқушылардан да нәтиже болады. Себебі қазіргі беріп жатқан білім ол барлығына ортақ. Бірақ тек қана тегінді іздеп жүретін оқушылар мен сендерге айтарым, сендер максимальный нәтижеге жету үшін тек қана тегін сабақ көмектеспейді. Ютубта әйтпесе барлық сабақтар толып тұр, мысалы әлеум бойынша, я, мен апта сайын өтетін деген сабақтар. Бірақ оны қарап нәтиже шығарып жатқан оқушылар себебі сендерге қалай ол білім ақылы келеді, сендер уже сол сабақты қарап бастайсыңдар. Міне, мысалы, тегін сабақ па, онда оны ертең қарайым, сақталған сабақты қарайым деп күнде ертеңге асыра бересің. Енді ары қарай ертең ол қашан? Уже қаңтар ОБТ аз ғана уақыт қалды. Соны дұрыстап ойланайық, ертеңге асыра бермейік, бүгін жасау керек әрекетті бүгіннен бастайық. Жақсы ма? Все, давайте.
Келесі сабаққа дейін осы видеоға лайк басып, достарыңдармен бөлісуді ұмытпаңдар. Сендерге беріліп отқан тегін сабаққа сендер де осылай ответ қайтарып белсенді болыңдар. Асма? Все, оқушылар, марафонға тіркелем бүгін 5000 теңге жеңілдікпен тіркелем дейтін оқушылар жекеге жазып орын алыңдар, жақсы ма?